Негізі мындай сұрақтар өте көп келеді. Күйеуім атыма кредит алып, басқа елге кетіп қалды, иә? Қанша дедіңіз? 4 миллион теңге қарыз. Енді ойлаңыз, әу баста Алла тағала ер азаматты не үшін жаратты? Отбасын бағатын, материалдық тұрғыда қамтамасыз ететін, вообще ақша табатын, яғни бұрыннан добытчик ол ер азаматтар. Әйел адам үйде уют создавать етеді, иә? Үйдің берекесін кіргізіп, азық-түлігін, жаңағыдай тамағын дайындап дегендей. Енді күйеуіңізге ақша керек болды. Ақша керек кезде ер азаматтар ойлана бастайды, иә, қайдан ақша алсам болады. Сол кезде уже сізге келіп, жаным, сенің кредитный историяң күшті ғой, давай сен атаңа кредит аламыз деп. Сізде сол кезде екі вариант болды, жоқ немесе иә деп. Сіз оған көмектескіңіз келді және атыңызға кредит алып бердіңіз. И осы сәтте, жарайды, мен осы кредитті аламын өз атыма деген сәтте, сіз ер азаматтың ақша табу функциясын өзіңізге алып алдыңыз. И уже әрі қарай сіз кредит алып болған соң не деп ойлайсыз? Келесі айда бұл кредитті қалай төлеймін? Сізде әрі қарай сол ер азаматтың функциясы, сол ойлау қабілеті кете береді.